Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып көне түркі руника жазуы. Қазақ тілі 8-ші сынып. Оқу мақсаты: мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау. Бірінші тапсырма: мәтінді оқыңдар. Мәтінде көтерілген мәселені анықтаңыз. Мәтіннің стилі қандай? Түсініксіз сөздерді теріп жазып, мағынасын анықтаңыздар. Мәтіннен жалқы есімдерді теріп жазып, екі сөзге фонетикалық талдау жасаңыз. Дескриптор: мәтінде көтерілген мәселені анықтайды, мәтіннің стилін табады, түсініксіз сөздердің мағынасын анықтайды, мәтіндегі жалқы есімдерге фонетикалық талдау жасайды. Екінші тапсырма: Маңғыстаудағы көне жәдігерлердің құндылығы туралы эссе жазыңыз. Эссе құрылымында жалқы есімдердің күрделі түрлерін қолданыңыз. Сөз көлемі 100-120 сөз. Дескриптор: эссе құрылымын сақтап жазады, эсседе жалқы есімдердің күрделі түрлерін қолданады, сөз көлемін сақтайды. Рефлексия: білемін, білдім, білгім келеді. Білемін бағанына, осыған дейінгі білетін ақпарат, білдім бағанына. Сабақ барысында үйренген ақпарат, білгім келеді. Алдағы уақытта үйренгісі, білгісі келетін ақпараттар жазылады.